19 ғасырдың ортасында ат спортына конкур деп аталатын жаңа бағыт пайда болды. Ол классикалық спорт түрлерінің ішіндегі бекзат өнер саналады. Шабандоздың ептілігі мен жылқының тектілігі сынға түсетін сайыс ұзақ жылдар бойға үздіксіз жаттығуды талап етеді. Өзге спорт түрінен бір ерекшелігі мұнда ерлер мен әйелдер қатар бәсекеге түсе алады. Ат тізгіндеп, кедергілер арқылы секіру ғана емес, конкурмен айналысу үшін табандылық, төзімділік және темірдей жүйке керек. Себебі арғымақты күнделікті баптап отыру оңайға соқпайды. Подготовка спортсмена неотъемлема от подготовки лошади. Спортшы мен сәйгүліктің дайындығы қатар жүреді. Кейде бір күн шабандоздың, 5 күн аттың жаттығуы үшін белгіленеді. Мұнда тек физикалық тұрғыдан ғана емес, психологиялық, эмоционалдық жағынан әзірлік жұмыстарда маңызды екенін айта кеткен жөн. Сонымен қатар формаға да мән берілетінін ескеру керек. Имеет очень серьезное значение. Тарихи деректерде бұл спорт түрінің отаны Еуропа делінеді. Осы орайда кедергілерден секіру бойынша алғашқы жарыста кәрі құрлықта өткенін айта кеткен жөн. Жалпы әлем бойынша ат спортының 30-ға жуық түрі бар. Бірақ халықаралық олимпиада ойындарының тізіміне енгені біреу-ақ. Ол жер жаһандағы ең қауіпті спорттың 10-ға кіретін конкур. Арғымақты күнделікті баптап отыру оңайға соқпайды. Тіпті сәйгүлік кедергілерден секіріп, жерге түскен кезде тепе-теңдікті сақтай білудің өзіне тиянақты дайындық пен уақыт қажет. Конкурға деген қызығушылық жылдан жылға артып келеді. Бұл Еуропада аса танымал спорт түрі саналады. Германияда тіпті футболмен тең деңгейде бағаланады. Кәрі құрлықтың халқы конкур спортын ерекше ұнатады. Сайысты тамашалау үшін алдын ала билеттер сатып алады. Именно конкур. Көшпенділердің салт дәстүрін, ұлттық құндылықтарын бағалауға және жылқы шаруашылығын дамыту мақсатында елімізде көптеген шаралар ұйымдастырылады. Халықтың ұлттық спортқа деген қызығушылығы жоғары. Алайда олимпиадалық спорт түріне жататын конкурмен айналысатындардың саны саусақпен санарлық. Это как олимпийский. Салт аттылар додасы әртүрлі топқа бөлінгенімен шарттары 160-170 сантиметрге дейін жететін кедергілер қойылады. Халықаралық ат спорт федерациясы бекіткен ережеге сәйкес кәсіби конкур алаңы 3200, ал жабық ареналар 1200 шаршы метрден кем болмауы тиіс. Біздің елімізде осы спорт түрімен тұрақты әрі кәсіби тұрғыда шұғылданатындар ауыз толтырып айтарлықтай көп емес. Высоты. Это все в наших руках. Для этого у нас есть вот это национальная наша, так сказать, природа. Барлық өз қолымызда. Конкур спорт түрі қазақ даласына кенжелеп жетсе де бізге жат емес. Өйткені ат спорты қазақтың дара дәстүрі. Осы орайда атты баптау, өскелең ұрпақты аталмыш спорт түріне баулу жұмыстарына білек сыбана кірісу керек. Олимпиада ойындарында жеңіске жететін жастарды тәрбиелеу қажет. Қазақстан конкурды дамытуға жүйелі түрде кірісе бастады. Алдағы 5-6 жыл ішінде мықты спортшылар дайындай алады. В вложениях и усилиях это можно сделать в течение 5-6 лет. Қазақстанда конкур спортын жетілдіру үшін ат баптап спортшыларды тәрбиелеу аздық етеді. Сонымен қатар инфрақұрылымда қажет. Қазір конкур бойынша республикалық чемпионат өтіп жатқан алаң барлық талаптарға сай жасалған. Алайда мұндай ат спорты көшпенді елімізде аса көп емес. У нас идет дефицит сейчас конкурных полей, соревновательных и даже... Қазіргі таңда осындай алаңдардың жетіспеушілігі байқалады. Тіпті спортшылар кейде жаттығатын жер іздеп әлек болатын рас. Өйткені халықаралық стандарттарға сай келетін орын табу оңай емес. Жердегі топырақта аттың шабысына қолайлы болу керек. Бұл сайыста жеңіске әкелетін негізгі факторлардың бірі саналады. Важно, когда ты и тренируешься, и выступаешь на соревнованиях. Әрине, конкур қарқынды дамып отыр деуге әлі ерте. Алайда Қазақстанда бұл спорттың жанашырлары да көп. Оны дәріптеуге бағытталған шаралар да жиымдастырылады. Мысалы, ел тарихындағы алғашқы республикалық чемпионат Астана қаласының әкімдігі ат спорты федерациясы, Олимпиада және ұлттық ат спорты түрлері федерациясының қолдауымен өтеді. Яғни келешекте халықаралық сайыстарда топ жарып, Олимпиада медалімен оралуды көздейтін спортшыларымыз бар. Бұл спортты жоғарғы деңгейге көтеруге ат салысатын азаматтар жетерлік.